Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сөйлейтін суретті тегін жасаймыз. Алдыңғы видеода мен көрсеткем Хайген деген сайт бар. Сол жерде жасауға болады тегін, бірақ ол жерде кредит деген дүние бар, яғни сіз өте ограничение болады, сізде лимит болады. 5-6 видео мүмкін жасай аласыз. Мен көрген жоқпын оны. Бүгін тегін өзіміз қолдан жасаймыз. Бір жақсы жер бар, барлығы тегін, минусы ол жерде сапасы кішкене төмен, сосын ұзақ уақыт жасау керек. Сосын әрине қиналу керек. Бірақ бұл өте қызық жасауға. Қалай жасаймыз? Бізге Google қалып көмектеседі. Кодтар тұрады дайын. Бұны мен интернеттен тауып алдым және де ошибкасын түзеттім деп мақтанып қояйық. Сілтемеге өтіңіздер, описаниеде тұр. Сипаттамадан алдық, кірдік. Енді кесін басуымыз керек. Сосын выполнить дегенді басамыз. Мына жерде қосылу болып жатыр. Оң жақта қосылды. Дұрыс. Келесі бізде не жасау керек? Бірден анық көшіру керек. Орнатылғаннан кейін мына жерде бізде Download Models деп тұр. Соны орнатамыз, яғни модельді орнатамыз. Одан кейін келесі бізде осы жерден файлды таңдау болады. Сосын осының ішінде бізде Source Image деген болады. Осы жерде біздің суреттеріміз тұрады. Енді бір суретке келген кезде үлкен мәселе бар. Егер сіздің суретіңіз барлығы жұмыс жасамай жатса, PNG деген жерде ошибка болады. Ол кезде біз суретіңізді міндетті түрде PNG форматында конвертировать ету керек. Convertico деген осы сайтқа кіріп, конвертировать етіп аласыз. Дайын суретті жүктейік мынаның ішіне. Атын 111 деп қойдық. Бұл сурет болды. Драйвен аудиоға біз жәнегі бірінші WAV дегенді лақтырамыз. Сосын мына жерде Full 3 деп тұр ғой. Соның орнына біз жәнегі 111-ді қоямыз. 111-ді қоямыз. Сосын аудиоға біз қай аудионы 1 дегенді таңдаймыз. Міне дайын болды. Сосын келесі біз Download Trained Models дегенді көшіріп аламыз. Сосын келесі модельден кейін жәнегі суреттің орнын көрсетеміз. Суреттің орны көрсетілді. Міне жәнегі менің суретім ашылды. Келесі аудионы таңдаймыз. Анимация уже жасалып барыстады. Міне бізде результат деген жерде шықты. Видеоны бассақ, өзі көшіріледі. 2 рет басу керексің. Открыть. Тыңдайық не екен. Олар тұратын үйлер ағаш кеспектерінен құрастырылып бұтақтармен шабақталған. Төбесінде жоғары қарай мойнын созып, ықшамадана түсетін оттықтікі сияқты дөңгелек түтігі бар. Сапасына қарасаңыздар, дауыс қатты бір синхронизация дейді ғой, ауызбен жыбырлайтын келмейді. Бірақ енді тегін осылай жасаймыз. Қазақ тілінде бұл жасалмаған шығар деп ойлаймын. Басқа тілдерде жақсы жұмыс жасайды, ал қазақ тілінде осындай. Достар, осы арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, басқа да видеолар шығаруға тырысамыз. Сау болыңыздар.